Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі күніміз ерекше әрі қызықты болмақ. Себебі бізге қонаққа орыс ұлтының қызы Настя келіп отыр. Ол қазақ халқының ұлттық киімдерін, ұлттық ойындарын және әдемі дәстүрлерін жақыннан танып білгісі келеді. Ендеше балалар, бәріміз бірігіп, өз білімімізді көрсетіп, ұлттық мәдениетімізбен таныстырайық. Сәлем достар, менің атым не Настя, мен орыс ұлтының қызымын. Маған қазақ халқының мәдениеті өте қатты ұнайды. Ұлттық ойындары, салт дәстүрлері, ұлттық аспаптары мен әдеби сөздері өте қызықты. Бүгін сендер ойын арқылы өз халықтарыңның мәдени ерекшеліктерімен таныстырасыңдар ма? Бірге ойнап, бірге үйренейік. Қане, бастайық. Ертеде кең байтақ қазақ даласында ұлттық өнерді қастерлеген бір қазақ шаңырағында құмыра жасайтын Қадыр ата мен атасының әрбір жасаған құмыраларына қызыға қарап, атасына көмектесіп жүретін немересі өмір сүріпті. Қарағым, мына құмыраны абайлап ұста. Қолың жұмсақ, жүрегің сабырлы болсын. Қышта сені сезеді. Еңбектенген адам әрқашан нәтижеге жетеді. Бүгін үйренгенің ертеңгі үлкен өнердің бастауы. Ата, мен сіздің жолыңызды жалғастырып, өскенде құмыра өнерінің шебері боламын. Керемет құмыралар жасап, қазақ халқының дәстүрін сақтап, әр үйге қуаныш пен сұлулық сыйлаймын. Құмырам да дайын болып қалды. Атам мен әжеме көрсетсем, қуанып қалатын болды. Ата, әже, мен де құмыра жасап үйрендім. Атасы, баламыздың ынтасы күшті, талабы керемет екен. Немеремізге батаңды бер. Жарайсың балам. Өнерің өрге жүзсін, ниетің таза болсын. Жасаған ісің халқымызға қуаныш әкелсін. Балам, бұл ме атадан балаға берілетін қасиетті өнер. Өскенде сен де менің ізімді жалғап, қол өнерді дамытатын азамат боласың. Қазақ халқында әрбір істі бастар алдында үлкеннен бата алу де ізгі дәстүр. Қолөнер кетсе, атадан балаға жалғасқан халқымыздың баға жетпес рухани мұрасы. Қазір бәріміз қызықты ойын ойнаймыз. Ол үшін алдымен топтарға бөлінейік. Өздеріңе ұнаған түсті оюды таңдап алыңдар. Достар, қазір бәріміз қызықты ойын ойнаймыз. Ол үшін Абдурахман, өзіңе тобыңа барады. Ерке. Өзіңе ұнаған. Бірінші топ көргер көк ою. Экрандағы қыз мақалдың басын айтады. Сендер жалғасын тауып айтасыңдар. достар, мен мақал мәтелдің басын айтамын, ал сендер жалғасын табыңдар. Осы ойын арқылы Настя да қазақ халқының сөзге шешен, сөздік қоры бай халық екенін білетін болады. Ал ендеше мұқият тыңдаңдар. Кітап білім бұлағы, жалғасын айтыңдаршы. Білім өмір шырағы. Дұрыс айтасыңдар достар, білім өмір шырағы. Келесі мақалды кім табар екен? Білекті бірді жыға. Білімді мыңды жыға. Білімді мыңды жыға. Оқусыз білім жоқ. Білімсіз күнің жоқ. Білімсіз күнің жоқ. Қылың теңіз. Білім кеме. Білім кеме. Ашылмай. Тірлік болмай. Болмас. Жарайсыңдар достар. Настя досымыз қазақ халқы сөзге бай халық екенін де білетін болды. Қазақтың сүйікті әнін шығарып, көңілді күйге бөлейтін музыкалық аспап қайсы? Жарайсыңдар балалар. Алтын оюлармен көркемделген киім киген, қазақи дәстүрді бойына сіңірген ұл мен қыз қайсы?
Керемет, Нұркамал. Далада желдей жүріп, қазақ даласының серігі болған жануар қайсы? Көмектесіп жүрейін, иә? Әбеш жаққа. Нұр шашқан күнмен қанат бейнеленген еліміздің мақтанышы мемлекеттік туымыз қайсы? Жарайсыңдар, балалар. Ал балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі ат жарыс ойынын керемет ойын ойнадыңдар. Бүгінгі ат жарыс ойында Әлишақ жеңімпаз атанды. Балалар, бүгінгі ат жарыс ойыны ұнады ма? Иә. Өте қызықты болды. Жарайсыңдар, рахмет сендерге балалар. Абдурахман, сен қайсы асық таңдайсың? Көк асық. Ендеше таңдай ғой. Жәмила, сен қайсы асық таңдайсың? Жасыл асық. Ендеше таңдай ғой. Баса. Жарайсыңдар. Аруна, сен қайсы асық таңдайсың? Қызыл. Келіп таңдай ғой. Көмектесіп жүрейін, иә? Мансұр, сен қандай түсті асық түсіп тұр? Сары. Келі ғой, таңдай ғой. Көмектесіп жүрейін, иә? Таңдай ғой. Балалар, бізге бейнен шықты қазір. Сәлем балалар, мен асықпын. Мен қазақтың ұлттық ойынының бір бөлігімін. Қазір мен сендерге қызықты сұрақтар қоямын. Дайынсыңдар ма? Бірінші сұрақ. Асық қандай жануардың сүйегінен жасалады? Жарай? Қой сирағынан. Сіңдар, дұрыс жауап бердіңдер. Асық қойды жануардың сүйегінен жасалады. Екінші сұрақ. Асық ойыны қай халықтың ұлттық ойындарында қолданады? Қазақ халқының. Бұл қазақ халқының ұлттық ойындарында қолданады. Асықпен көбіне кімдер ойнайды? Жарайсыңдар. Балалар керек. Асықпен көбіне балалар ойнайды. Төртінші сұрақ. Асықпен ойнағанда кімдер керек? Достар керек. Дұрыс! Достармен ойнау өте қызық. Жарайсыңдар. Мені жақсы таниды екенсіңдер. Сендер өте ақылды балаларсыңдар. Мен сендерге көп асық ала келдім. Енді ұлттық ойынымызды ойнайық, балалар. Мен сендердің қастарыңа сынайы келдім. Мен сендердің ойындарыңды көріп риза болдым. Настя, біздің ойындарымызға ұнағанына қуаныштымыз. Ендеше барлығымыз қосылып ұлттық аспаптарымызбен ән шырқайық. Қолға алып қасықты, бірге болайық.
өте қызықты өтті. Өз жерімге барып, бүгінгі күнді қызықтап айтып беретін боламын. Сау болыңыздар.